Өлібайдан шыққан керемет ақын кешегі Мұқағалидың досы болған Өмірзақ Қожамұратов деген мықты қиқалтаңнан шыққан Шөмекей руы. Керемет. Сол кісі айтқан екен ең алғашқы Алатауға келгенде. Алатаудың бауырына, арулардың ауылына. Рашид түспейсің ме сен? Міне, Есік көлі деген осы, достар. Нөміріңізді айтып, мен Шымкентте жұмыс істеймін өзімше. Жоқ, сіз жазып аласыз ба? Жазып алсаң? Жазып алсаңыз. Потому что мен вообще Қазақстан бойынша жұмыс істеймін. Міне, достар, Есік көліне қош келдіңіздер. Бұл мекен табиғаттың інжу маржаны, маңдаған қонаққа шабыт сыйлайтын орын дейді. Осы шет елдің қай жерінен келген? Малайзия елден 21 адамға келдік. Приветствуем, Казахстан. Мадин, Казахстан. Half of the group is already there. Half of the group. Down. Yes, most of them they want to. Міне, достар, Есікке келдік. Есік өзені ма? Енді бұл Іле Алатау ұлттық паркі бағы жүреді. Біздің Тараздан блогер берген досым келіп, соны аралатып жүрмеді. Іле Алатау ұлттық паркының мынау Есік көлі, сан ғасырлар бері ағып жатқан Есік көлі. Жоғарысы көріне көреміз. Есік өзені. Есік қаласы Емеш-Қазақ ауданы, Алматы облысының Қоспан. Іле Алатау ұлттық бағының табиғи паркі. Бұл жерде төленіп, өзінің QR кодымен төленеді. Сөйтіп барып, ішке кетеді. Қанша туристер бар жатыр, автобуспен. Төліп шығасың ба бар? Иә. Төліп кел, давай. Давай. Ана жерге 1000 теңге төлейміз де. Иә. Кеттік. Чек бермеді ғой. Ал, мына жақ заповедник бар ба мына жақта? Заповедникте бұл жерде енді не бар? Мына жақ оң жақ не мынау? Мынау. Демалыс орындар ғой. Мынау да демалыс орны ма? Демалыс орындар. Фарез деп жазып тұрған сияқты ғой. Жаңа балық аулайтын Фарез де? Бәрі балық аулайтын. Қайтардан түсіреміз. Керемет екен ғой. Мына енді бұл жерден басталып, бұл жерде енді мынау жабайы аңдар бар, еліктер бар, елік. Сосын аю бар, сосын бүркіт бар. Бұл жерде енді көпіршек бар. Кезінде 2002-2005 жылдары осы жерде істедім. Инженер баррикада бойынша. 2005 жылдары? Иә. Осы жерде бақтау түргенде осы жерде. Демалыс орындар басталады. Бұл жерде бір демалыс орны бар. Мына қарап солға қарап кетесің, ә? Солға қарай кетіп, таудың етегінде. Мен білмейді екенмін Есікте осындай. Демалыс орны. Анау түрген жақта сол жаққа барамыз ғой көбіне. Иә. Біздің алдын балдар бар ғой. Есік өзені ағып жатыр. Сан жылдар, сан ғасырлар осы судан су ішеміз біз Есік халқы. Су тап-таза иә сендерде? Таза. Осы Есік өзені ғой. Осыдан ағып, осыдан еліне Міне. тәміндеп жатқан осы Есік өзені. Жетісу жер жаннаты дейді ғой, Жетісудың бір суы осы. Осы ма? Жетісу, Семиречи. Мына талдың бәрі не қояқ? Жабайы талдар ғой мынаның бәрі. Жабайы алма. Алма, жабайы. Алма ма? Бақ десе. Алма, өрік. Осы жақтан терет шығар ма? Иә, жабайы. Шетек. Алма. Мынау Есік деген контораларда сулар тұрады ғой. Шетіне де 5 литрлікте. Соның ішінде шығады. Осы жерде тұра ма? Бұлақ бар да, Керемет. Керемет, таудың жоғарыларын. Кезінде осы жерде менің 45 жылға алып демалыс орнына документін жасап, мына жерден алып едім, мына жерді алып. Қамды деп жазып қойып едім бұған. Қазір мына жерде столбыларды өзгертті де алып тастап тұрған. Мына тапын демалады. Енді қазір біз таудың ортасын көріп тұрсың ба? Соған дейін жол бар ма негізі? Жол асфальт жол. Бәрі жатқызған бәрі болған. Енді грес бар. Грес осы
жолға береді, осы есікке береді, тоқта да, пластмасс. Өнерінсің. Алып жатыр, есік өзенмен бересі бар. Соған кірестейді. Жеке меншік еді. Керемет анықталды. Қар жатыр ғой еще, қанша туристер болған. Кезінде мына жерде адамдар еді. Кезінде мына жерде қандай демалатын санатория бар мына жерде. Су басып, шайып кетті мына жерде. 2003-терде, 2004-2005-терде осы жерде тұратын. Санаторияның селмен ба? Сел ағызып кетті ма? Сел, мына қатты сел кетті да. Қанша жыл тұрған ғой. Сел кеп, сел шайып кетті жаңағы. Бәрі майдалап. Олардың бәрі не қылды. Қазір 1700 теңіз деңгейінен 1700 метрге дейін көтерілеміз қазір. Қазір ма жоғарыға ма? Иә, қазір жай көтеріліп бара жатырмыз тауға. Жерде иелерлер бар, иелер аңға қарайды. Селозащита бар, сол қарайды. Ана жерде де не бар сияқты ғой бір? Парктың несі осы Іле-алты ұлттық бағының қорғаушылары. Ондай абайла. Сен демалыс орындар ғой. Жоғарыға шықпай дегендер, жаяу жүргінші болса, осы жердегі демалыс демелді. Қайрат Байбосынов деген досымыз бастығым бар екен. Өте жақсы жігіт еді. Осы қорғаған қожалығына еңбегі сіңген азамат. Осы адал жігіт бар. Сол жігіт кіргізіп еді осы неге. Демалыс орындары бәрі. Суағып тұратын бұлақ болатын ар жақтан сосын кеп жатқан деймін. Міне аңдардың несіне айтып өріктер жабай адам. Қанша жылдар. Биыл енді туристер қатты көбейді. Индонезиядан, Индиядан, Қытайдан, Кореядан көп келеді бұл жерге. Америкадан, сосын анау Европадан, Германиядан көп келеді сосын. Суббота, воскресеньеге тура болып келе ма? Соған тура келді. Бүгін жоқ қоя, бүгін қандай болды? Среда ғой бүгін. Автобус кетті ғой. Кетті ма? Бір автобус кетті ғой. Қарасын сөйтіп тұрғанша. Ол жақта да пост бар. Пост. Міне керемет елкаларда шыршаларына қарасың. Мәдениет және тұрмыс деген журнал бар еді ғой. Иә, соған осылар түсіреді. Осылар түсіреді екен осы көзде? Сол 2000 жылдары бірінші рет досым, Ораз деген досым осында алып келген. Осы бұнда ажиотаж болмайды. Жолда кішкене береді, жолды жасады. Сол кезде аузыма сұқпаған да жерде. Енді біздің шөлден кел, Тәуелбай елден кел, осы жерге кел. Жорка айтады ғой Жорка, осыны Түргеннің тауларына барған ғой, бірге бардық қой тұрса. Иә. Дейді, сол ауылдағыларға айтсаң дейді. Сенбейді шығар осындай жер бар дейді. Иә, сенбейді. Көзбен көргенше не алмайды ғой. Ана водопад бар ғой Түргендегі. Соған барғанбыз ғой. Мұны да демалыс орны кезінде күшті керемет не болған. Үйлердің бәрі демалыс орындары. Жазда келу керек екен де негізі, Жаз қазір де жауды қара, қар басады. Өткенде қар жауғанда осы. Уже жоғары көтеріп бардыңыз уже? Жоғары көтерген төменге қараса қазір төмен қандай. Қазір жерге тоқтап төмен түсіресіз. Мына қарасаң ар жаққа қара. Таудың төмен аяғы. Анау кетті ғой ар жаққа. Тас төбесінде жатыр. Құлдиығы ар жағы.
Достар, осы видеоны көрсеңіздер достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Келіңіздер осы жерге қадырып. 14 километр екен а есікке? 15 деп шығар. 14 километр. Тоқтаймын, жеткізесің. Грейс бар. Міне достар, біз ана жақтан келеміз. Қанша жоғарыға көтеріліп кеткен екенбіз, сізге сендерге көрсетіп жатырмын. Ана жақтан келдік, Есік қаласынан. Керемет табиғат. Күшті. Су тартылып қалыпты. Неге су тартылып қалды екен? Мына жағын көрсетейін сіздерге. Ерекеңнің ауылы Рашид актер тамада. Шашпау көтерді. Тәуелбайдан шыққан Бәке. Өмірзақ Қожамұратов ақынымыз бар ғой, сол ең алғашқы осы тау неге Алатауға келіп айтқан екен дейді. Осы Алатауға келіп айтқан, Иә. Таңғалған ғой, қар болып тұр мына қарасайшы. Кешегі Мұқағалидың досы болған Өмірзақ Қожамұратов деген мықты қиық қалтаңнан шыққан шөмекей руы. Керемет. Сол кісі айтқан екен ең алғашқы Алатауға келгенде. Алатаудың бауырына, арулардың ауылына, арғымағын өлеңнің байлап кетім келіп тұр. Аңсыздаған алмыны Алатаудың бұлттарын аңсап тұрған ауылға тамдыға айдап кеткім келіп тұр деген ғой, көрдің бе? Сол міне Алатау, қарашы. Сол Алатау, а? Іле Алатау бұл. Алатау Алматыдан басталады. Мына Іле Алатау ма? Іле Алатау. Жоғарыда қарашы. Жоғарыда көрсек. Мынау жоғарыдағы екі шошақ, ар жағы осының таудың анау екі таудың ортасына қосылады дейді ғой, иә? Кремлевский стена деген бар. Кезінде бүткіл Союздан, естерден келіп тұрып адамдар туристер келетін болған. Бұл керемет. Сол жаңағы 29 жылдар ма, 60 жылдар келіп жерден су бұзып кетеді ғой тоған. Жерден шайып кетеді біраз. Одан кейін кеше осы жақында осы 2010-дарда мына бір жерде грейсті құрды ана судан. Ана төмендегі грейс, а? Қанша биіктіктегі. Мынауға кіресіміз. Қайсы Қапшағай? Қапшағай анау жалтырап тұр ғой, жоғарыда көкжиек. Көкжиек, сол көкжиекте көкмөк тұр ғой, жасыл тау ғой. Сол Қапшағай өзені. Қапшағай өзені. Ар жағы Шаған тауы, анау Талдықорған тауы келеді. Енді ата бабамыз дөптің күшімен осы бірліктің үстінде, мықтылығының үстінде алған ғой жерлерді. Сондай. Қандай керемет жерлері? Бізде қазақтар жаңағы достық, бірлік, ынтымақтық болса, бірлік болса, бәрі болады. Судың дауысы шығып жатыр ғой, қаяқ кетіп жатыр ана? Сол су, жаңағы біз үйдің қасынан өтіп жатқан су ғой. Мына басқа ана таудың ар жағымен кетіп жатыр ма? Жоқ, міне мына анаға келеді де, мына трубаның ішімен жібереді де. Бәсе тұрбаның ішімен кетіп, көрінбейді бәсе. Анау грейс қой анау. Айналдырады. Тоқ беріп жатыр да солай. Біз қазір Вишкіні көрдің бе? Вишкінің ар жағында бүйтіп елколар тұр ғой, иә. Сол жаққа барамыз да? Сол жерде Есік өзені бар мынау. Көлі, көлі бар. Бұл көлге дейін Ақкөл деген бар. Арғы тау тұр ғой. Арғы тауда Ақкөл деген бар. Ақкөл ол мұзды болады да. Бұл вертолетпен барады көбісі. Сөйтіп ана көлдің, Ақкөлдің ана жан жақтан таудан жиналған нені регулировка қылып отырады. Сөйтіп мына жерге келген кезде бұл жерде судың тасуын, көтерілуін бәрін қарап, соған қарап ағызып деңгейді келтіріп отырады. Көктемде қорқыныштылау болады кішкене. Енді қазір мынаның ар жағы, одан кейін ана арғы таудың ар жағынан кейін Ақкөлден кейін ар жағы Қырғызстан болып кетеді ғой. Қырғызстан. Осыдан прямо басам, уже Қырғызстанға өтіп кетесің. Қанша биіктікте қарасам, мына қараса. Әрі қарай кеттік достар, міне. Даша. Әрі қарай. Жүріп бара береміз, керемет жерлерін. Таудың басынан шыршалар бар.
қарайтын жер бар да. Тым жақсы жер. Осы бетінде осы жерде әдемі елкалардың несін суреттері болып тұратын. Келген қонақ болса осы жаққа келеміз. Сосын Түрген жаққа барамыз. Кешқұрым барамыз ғой Түргенге Алла қаласа. Тау Түрген. Енді ол жақта да водопад бар. 30 метрлік. Сосын жоғары жақта Батан деген жерде водопад бар. Ол жерде сол Батанда 55 метрдей жоғарыдан биіктіктен төмен қарай түсіп жатыр водопад. Жаңағы Сарқұрама да қазірше айтқанда. Сарқұрама еді. Бұл жерде де көрдім қазір. Вишенің басына жазын. Есік басына шықтап сен жақтан түсірмасаң. Төмендеу. Қазір тап осы биіктікте 1700 метр биіктік болды да. Жаңағы теңіз деңгейімен деп есептейді ғой қазақтар біз. Шұғырлықта да енді теңіз деңгейімен 1700 метр биіктікте тұрсың қазір. Келатсың. Міне осы туристер келіпті, бірінші алғашқы автобус келіпті. Туристер қазір толады мына жердің бәрі автобусқа. Біз таңмен жатқаннан кейін кіретін тосына жерде. Қазір мен ыңғайлап қояйын. Міне достар, мына жерден де керемет шыршаларды көріп тұрмын. Табиғи. Алматының табиғаты осындай болып келе береді. Туристер келіп жатырған енді кеп бастады. Бірінші автобус. Ана вичкеге шығу керек екен негізі. Ана шыршаларды көріңіздер. Қолмен егіп қойған сияқты ғой мынаны. Мына жағында мотоцикл бар екен, мотоциклге. Заттап кеп тоқтат. Лақат баратын болдық ей. Жапу керек тамақ. Салқын жер ұрып барады. Осылайдан қоған Бесалтау. Бесалтау бар ма? Енді келеді де қалғандар, Тұр ғой. Тұр ма? Екеуі жұмысы отыр. Мына жаяу кетіп барады екен. Turistlerdir ғой önde turistler. Ана жерін кішкене аштым да. Қайтар Да. Естіңді. Бәрін көрсетіп барады. Бағын аяқ дұрыс екен. До куда? До сюда? Приехали уже. О, разворот, да? Я остановлю чуть-чуть. Пару минут. Снимем.